Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Маған сұрақ келіпті, оң жақ қабырғасы ауырса нені білдіреді дейді. Осы сұраққа жауап берейін. Ал бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Оң жақ қабырғасы ауруы қандай симптомды береді? Көбінесе оң жақ қабырғасы ауыратын болса, бізде ол холецистит немесе өт қалтасының қабынуы деген сөзді береді. Ол оң жақ қабырғасы, мынау бұғанамен есептейтін болсаңыз, ортасынан төмен қарай түссеңіз, тура осы жерге оң жақ қабырғасына түсесіз деді. Осы жердің неше түрлі ауру сезімі болуы мүмкін. Ине сұққандай, болмаса тупой ауру болуы мүмкін. Болмаса бүйтіп бірдеме итеріп тұрған сияқты тірелуі де мүмкін. Мына жақтан бірдеме ісініп тұрған сияқты сезім болуы мүмкін. Осының бәрі осы симптомды береді. Ал енді холецистит кезінде не істеу керекпіз, қалай тамақтану керекпіз, қалай емдеу керекпіз дейтін болсаңыз, описанияда мен сіздерге файл дайындап қойдым, дұрыс тамақтану деген, орысша жазылған, бірақ түсінікті болады деп ойлаймын. Соны оқып шықсаңыз, қандай тамақ жеуге болады және қандай тамақ жеуге болмайды, бәрі жазылған. Осыны қолдансаңыз болады. Тегін жүктеп алыңыз. Содан кейін холецистит кезінде определенный дәрілер бар ішетін. Қазір мен бір 3 дәріні айтып кетейін. Осы 3 дәрімен ғана шектелмейміз, өйткені бұл 3 дәрінің де неше түрлі аналогтары бар. Мен сіздерге түсінікті болу үшін айтайын жалпы. Өттің функциясын келтіру үшін біз біріншіден өтті сұйылту керекпіз. Өтті сұйылтатын препараттар біріншіден ол урсодезоксихолевая кислота деп айтады. Оған урсофаль, урсосан, урсолизин тағы басқасы составында, құрамында урсодезоксихолевая кислота деген зат, активированный веществосы бар, бәрін айтады. Бізде СНГ бойынша, еще Қазақстан бойынша осы препаратты бәрі жақсы көреді. Врачтың бәрі жазып береді. Врачтың бәрі жазатыны урсосан, жазатыны крион, адистон, апкасул, осының бәрін жақсы көреді. Панкрим, мизим, классический деп айтамын. Маған келетін пациенттердің 90%-ның назначениясын қарасам, урсосан, крион, адистон, обязательно осы үшеуі тұрады. Вот 3 препаратты айтайын. Действительно көмектеседі, енді мен көмектеспей деп айта алмаймын. Урсосан дегеніміз өтті сұйылтады. Крион дегеніміз ұйқы безінің ферменттері көмектеседі тамақ қорытуға. Адистон дегеніміз мынау оди проток деген бар, вирусный проток деп айтады. Біздің мынау ұйқы безіменен, мынау мысалға ұйқы без болатын болса, мынау өтіміз болатын болса, осы екеуінің қосылып кеткен протоктары болады, екеуінен келетін проток болады. Сол бір проток қып 12 шекке құяды. Екеуінің осындай шлангылар деп айтсақ болады, қазақша енді. Түтіктері деп айтайықшы. Шланга деген бір түрлі естіледі екен. В общем, түтіктері қосылып кеткен 12 шекке бірге құяды. Сол адистон ішкен кезде сол вирусный протокты спазм болып тұрған жерден кеңейтуге көмектеседі. Бір минусы бар бұл дәрілердің. Химиялық түрмен алынады көбісі. Сол себепті ағзаға бір жағынан пайдасын алып келсе, бір жағынан зиянын алып келуі мүмкін. Сол себепті побочный эффектісін оқып қарасаңыз, бәрін ал. Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы деп жазып қойды. Қазір мен орысша айтайын, чтобы түсінікті болсын. Там аритмия, жүректің қағысы, дұрыс емес болуы, жүрекке осындай осложнениесі бар. Миды алып қараймыз. Мидың спазм болып қалулары, бірдеме, в общем, бүткіл мидың побочный эффекттерін жап қойды. Сосын почка. Бүйрегі ауыратын адамдар абайлап ішу керек. Почкамен қанша побочный, көрдіңіз ба? В общем, бітпейді побочный эффект. Еще анафилактический шок бар. Анафилактический шок білесіз ғой? Анафилактический шок кезінде адам өліп қалады. Ешкім құтқарамай да қалады. Сол дәріден болуы мүмкін. Мен өз басым дәрі ішуге қатты қорқам. Особенно антибиотиктарды мен
оны ұнатпаймын. Практически қолданбаймын десек те болады. Осы соңғы 3 жылдан бері шығар мен антибиотик қолданып жүрген жоқпын. Өйткені аллергия бар, және мен қорқамын антибиотик қабылдауға. Кебіміз бар антибиотик күнде қабылдайтын. Күнде 3 рет салады, 2 рет салады. Жылына жарты жылда бір салдырып тұрады. Профилактика ретінде антибиотик салайын деп едім деп келеді. Надеюсь, сіз ондай адамдардан емессіз. Приемда отырам ғой, 3 айда кеп тұрады маған. Апке 3 ай болды антибиотик алғаныңызға десем, айтады: ой, енді профилактика ретінде алайын да маған метридті құйып берші. Маған цифазолин сап берші, маған цифтриді сап берші, мен мына жерім ауырып жүр. Конечно, сен мына жерің ауырады егер антибиотик ала беретін болсаң. Антибиотиктің инструкциясында жазылып тұр емес па? Жазылып тұр. Бауырға осыншалықты осложнениесі бар, миға осыншалықты осложнениесі бар, бүйрегіңізге осыншалықты осложнениесі бар, жүрекке осыншалықты осложнениесі бар. Просто оқып қараңызшы инструкциясын. Анафилактический шок бар, ойлаңызшы. Қаншама побочный эффект. Вообще антибиотик тек қана строго температура, ірін, басқа жол жоқ, антибиотик салдырмаса болмайды деген кезде ағаны алу керек. Көп адамдар күнде ала береді. Жарты жылда, 3 айда кеп ала береді. Метрид құя береді. Антибиотик сағыза береді жамбастарына. Болмаса, тамыр массаж, жамбасым жарамай қалды жүр деп айтады. Бұның бәрі не деген сөз? Бұның бәрі біздің халқымыздың дұрыс емес ой қалыптасқан саналарымызда дұрыс емес ой. Бір жағынан бұл фармацевтический бизнес болып табылады. Үлкен компаниялар пропаганда жасайды. Антибиотикті алсаң ауырмайсың, антибиотик жақсы, күшті. 3 айлық балаға антибиотик беріп атамыз, дұрыс па? Аузына тығып атады. Шешесі де, әкесі де. Салсын антибиотик. Салсын, бірақтан показания болу керек қой. Ана бала деген пневмония болып отса, пожалуйста, саңыз антибиотик. Өкпесімен демаламай жатса, пожалуйста, гормон салыңыз да осындай кездерде. А так кішкене шүкіріп жөтеліп қалдыма, болды антибиотик беріп жібереді. Ондай кезде болмайды. Осы заттың бәрі, антибиотик темасы, осының бәрі біздің оң жақ қабырғасы ауруына алып келеді. Біздің бауырымыздың ауруына алып келеді. Мен история айтып кетейін, бір жағдай болған бізде. Жаңағындай антибиотикті көп салдыртатын бір кісі болған. Сол бір 5 жылдан кейін қарасақ уже бауыры не болып кеткен ғой? Цирроз болып кеткен ғой былай қараған кезде. Именно антибиотиктардан, дәрілердің көп, лекарственный деген не бар, гепатит, лекарственный түрі бар. Бауырдың дәрі кесірінен осындай зақымдануын айтады. Пожалуйста, бауырыңыз құртып жатсыз, өйткені химия, тап-таза химия ғой. Бактериямен қосып, организмді бүткіл жақсы бактерияның бәрін өлтіріп тастайды. Бізде кишечнигіміз, біздің ішектерімізде 80% иммунитет жұмыс жасайды. 80% иммунитетті өлтіріп тастап жатсыз ғой сіз антибиотикпен, түсініп жатсыз ба? 5 күн мен 7 күн, 10 күн салдырыңызшы антибиотикті. Ішіңіз өтіп бастайды сразу. Ойбай, балам, ішім тоқтамай жатыр, ленекс ішейін ба не істеймін деп келіп жатады. Әрине, жақсы бактерияның бәрін өлтіріп тастады ғой антибиотик. Содан кейін таңғаласыздар еще. Не үшін мен ауыра беремін, қайта-қайта иммунитетім жоқ деп. Сонымен осы айтқым келген. Қабырғасы оң жақ ауырды ма? Значит, нагрузкаңыз көп. Біріншіден дұрыс емес тамақтанасыз. Екіншіден дәрі-дәрмек көп қолданасыз. Үшіншіден антибиотик көп қолданасыз. Төртіншіден майлы заттарды көп жейсіз. Қазы, қарта, жал, жая, қамыр тамақ, пожалуйста. Жесеңіз болады, аптасына 3 рет, ладно, жеңіз. Бірақтан
жеген кезде де нені қосыңыз рационыңызға? Көкөністерді, пожалуйста, көптен қылып жесеңіз пайдасы болады. Егер құр ет жей берсеңіз, бұл біздің ас қорытуымызға кері әсерін тигізеді. Және де аптада 7 күн болса, 7 күн бойы ет жеуге болмайды. Өйткені онкология тудыруы мүмкін. Алдыңғы видеоларда айтып кеткенмен, ол туралы. Бауырлар, сол қорытынды айтайын, қорытынды. Егер сіздердің оң жақ қабырға астыларыңыз ауырып жүрген болса, тамақ қорыта алмай жүрген болсаңыз, осының бары біздің өт қалтасының дұрыс жұмыс жасамауын айтады. Біздің өтіміздегі сұйықтықтың концентрациясы түсіп кетуін айтады. Сол себепті орнына келтіру үшін препараттар Адистон, Апкасул, болмаса Урсасан деген препараттарды қолдансаңыздар болады. Кривон секілді тоже болады. Курстарын дәрігер өзі жазып береді. Мен қазір айта алмаймын точно осылай деп. Өйткені әркімге әрқалай жазылады. Егер де мен консультацияма жазғыңыз келсе, описанияда WhatsApp номерім бар, соған жазыңыздар маған консультацияға. Жазыңыздар, WhatsApp-ма. Егер осы видео қызық болған болса, комментарий жазып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Каналға тіркеліңіз міндетті түрде. Сіздер болған мен, дәрігер Бағзат Сейітқазыұлы. Сау болыңыз. Егер қатты айтсам, ренжімеңіздер, өйткені жаным ашиды адамдарға.